Солтүстік Қазақстан облысының Есілі ауданына осыдан бірнеше жыл бұрын әкелінген маралдың 20 лағы қазір үйір-үйір болып, ен орманда еркін жайлап жүр. Красный Бор жануарларды қорғау аймағында 5 қорықшы инспектор еңбек етеді. Табиғат жанашырлары жыл 12 ай бойы қарамағындағы 1200-ден астам марал, 460 қабан мен 1500 елікті бағады. Солардың бірі Руслан Құсайынов. Маралды мекендегі қорықшылардың еңбегі жайлы тілшіміз айтсын. 10 жылға жуық жұмыс істеп жүрмін. Осында әкем істеген, менің атам істеген. Көру қабілеті, есту қабілеттері өте жасы дамыған. Үркі шошып нетсе, 1-2 күн жоламай қояды. Бұлар иіске жақсы сезеді. Киім ауыстырғанда, даже мына жем салатын шелекті ауысқанда өздері кішкене сескеніп тұрады. Иіс су дегенді біз пайдаланбаймыз. Өзіміздің табиғи иіспен жүреміз. Негізгі қоректері жем, шөп, міне осы сыпырғыш беріледі. Үйдің жанындағы үйірдің міне аталығы міне осы біру. Бұның өзі үлкендігін, жасын мына мүйіздің тармағынан білуге болады. Мына міне 8-9-ға келген марал. Осы жердің үйірді басқаратын осы. Мына жерге бізде шөп салынады. Қазір қар аздау ғой, тебіндікте тауып жүр қорығын бәрін. Бір жылынып күн, бір суытқанда анау бетіне корка пайда болады да, содан тебелмей қалады. Күн нағыз ассап, жылынған кезде сол төлдеу бастайды. Күнні бір рет мынау снегоходпен, жаз болса машинамен барлау жұмыстары жүргізіліп тұрады бізде. 61 мың гектар жеріміз бар. Соны айналып қарап шығамыз. Браконьерлер болады. Бір жаққа жол жүріп кетіп қалған кезде осында асығып тұрасың, жайланып жатыр ма, жайланбай жатыр ма. Өзің күндегі жұмысың болғаннан кейін, өзі көзіңмен көріп істегеннен кейін уайымдайсың.